Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын. Бүгінгі түсірілетін бейне жазбамыз терезелердің жақтауларын қалай орнатамыз, сол жайында болмақ. Және алдыңғы төсеніш, терезенің төсеніш дейді, мына жердегі подоконник дейді ғой. Соларды қалай ешкімді жалдамай өзіміздің қолымызбен жасауға үйренеміз. Ең қарапайым жолы негізі жалпы бұл терезенің жақтаулары негізінде арнайы осы пластиктен жасалған арнайы материалдар болады. Солармен жасап жатса нұр үстіне нұр. Енді көп жағдайда енді ол бағасы біраз қымбат болғандықтан көп жағдайда біраз үнемдеудің амалын тауып осы гипсокартонмен жауып жатамыз. Енді біз сол гипсокартонмен қалай өзіміз жаууға болатынын ешкімді жалдамай өзіміздің қолымызбен жасауға үйренеміз, соның жолын көрсетеміз. Біріншіден бізге дәл осы жағдайда бірінші мына терезені айландырып, сүртіп, тазалап, мына тұрған пленкалардың барлығын тазалап аламыз. Сонан кейін ары қарай жұмыс рет-ретімен жалғасады. Жақсылап сүртіп алдық, тазалап, артық мына жерге жабысқан кір болса, жағылып қалған артық заттардың бәрін сүртіп қырып кетірдік. Бетіндегі арнайы қорғаныш пленкасын барлығын асықпай алып шықтық, тазалап, айландырып, бүкіл терезені жан-жағын түгел алып тастадық. Жақсылап шамын басып бір сүртіп алдық әйнегіне дейін. Ендігі кезекте енді бұл істі арнайы кәсіби түрде айланысып жүрген адамдар бар. Ол кісілердің енді істеріне Алла берекесін берсін. Біз енді сіздер енді ғана үйреніп осыны үй жағдайында өзіңіздің қолыңызбен жасап үйрену үшін біз қарапайым түрін көрсетеміз. Бұның жасап жататын енді әркімнің өзінің тәсілі бар жасап жұмыс істейтін. Сондықтан бұл жерде негізгі нәтиже бір болып шығады. Жасалу жолы әртүрлі болғанмен негізгі нәтиже біреу болады. Енді қарасақ бізге керекті ары қарай жұмыс жүру үшін бізге керекті зат жаңағы айтқан төсенішіміз осындай. Бізге керекті қабырғамызға байланысты бізге әркімнің қабырғасына байланысты міне бізде 20 сантиметрлік қалыңдықты алдық. Және оның жанына мына сияқты негізгі профиль дейді. Негізгі профиль деп атайды, әрқалай айтады. Біз осыны бекіту арқылы мына төсенішті осыған кигізіп ары қарай жұмысымыз жалғастырамыз. Енді осыны қазір бір жолын көрсетіп жіберейік. Бізге мына жерде біз алдын ала өлшеп кесіп дайындап қойғандықтан сіздерде өздеріңіздің жағдайында жасап жатқандықтан өздеріңізде қандай көлемі қандай болып тұр өлшеп кесесіздер. Мысалы міне ана бұрыш қабырғадан бір маңыздысын айта кетейін. Қабырғадан мына жерде терезенің негізгі қаңқасының шетінен бастап мына жерде қарап тұрсаңыздар былай қарай 2 сантиметрдей алып шығарасыздар. Артық шығарып жібергендеріңіз дұрыс болады. Өйткені мынадан ана шетінен 1 сантиметр жерден терезенің жақтауы түседі мына жерге. Сол себептен жұмыс біткен соң нәтижесі көзге әдемі сүйкімді болып көріну үшін осылай артық шығарамыз. Енді тағы бір айта кететін жағдай, мынаның арасына ыңғай болса силикон жағып жүрген дұрыс болады. Силикон жағып жүріп осыны мына жерге бекітіп, арнайы компанияның жасап кетеді. Қазіргі жағдайда арнайы терезенің астыңғы профиль дейді, осының үстіне қойылғандықтан біз осыған әкеп тірейміз. Жаңағы негізгі осыған тіресеңіз, бұл әдейі деңгейін уровеньмен тұрғандықтан осыған тіреп қойсаңыз қателеспейсіз. Ары қарай қазір бекітеміз. Дәл осылай бүйтіп жағып шығамыз. Силиконды ұзыннан ұзақ жағып өтеміз. Қойып орнына қоямыз. Силиконын жабыстырып отырып түзулеп қойып аламыз да. Арнайы саморезбен бекітеміз. Бір айта кететін жағдай, жаңағы негізгі профильді бекіткен кезде саморездеріңізді сәл жоғары таман, ортасын емес, жоғары таман, өйткені
терезенің жанында ана профилінен іліну керек. Терезенің іліну керек. Сонда жақсы бекиді. Егер ол төмен түсіп ортасынан бекітсеңіздер, ол ілінбей шетінен ғана ілінеді де дұрыс ұстамай қалады. Сол себептен босқа тесіп тастайсыздар. Сол себептен жоғары көтеріп неге ілінетіндей қылып мөлшерлесеңіздер дұрыс болады. Міне осылай бекітеміз, жақсылап тартып. Осыдан кейін оған арнайы төсенішімізді осыған бекітетін боламыз. Бұны бекітпес бұрын айта кететін бір жағдай, мынандай бетіндегі бірақ алып тастамаймыз. Тек қана арт жағындағы мынандай жаңағы негізгі профильге киілетін жерін ғана ашамыз. Әзірше бұны шешпейміз, бірақ бұны басқа да құрылыс жұмыстары жүріп жатқандықтан бұны ең соңында бірақ алатын боламыз. Әзірше осы жерін ғана ашып қоямыз. Жағын аламыз. Осылай аламыз да жерге өлшеп қоямыз. Жақсылап тұрып негізгі профильге кигіземіз. Жанын бәрін жанын жоғып шығарамыз, қоямыз, келтіріп бір-біріне. Қарағанда осылай көрінеді. Енді бұның асты мынандай болып тұр. Бұның асты әр жерде әрқалай болады. Бізде осылай жағдай болып тұр. Бұның астына енді тіреу қоямыз. Қазір оны көрсететін болам. Қазір бұның астына осындай ара қашықтығы сондай жалпақ болғандықтан бірінші мына сияқты профильден алдын ала жасап аламыз арнайы. Сіздер ыңғайы болса базардан арнайы осындай бұрыштар сатылады, уголоктар темірден жасалған. Болмаса өстіп профильден кесіп жасауға болады. Енді сіздің өзіңізге байланысты, енді ыңғайына қарайсыздар. Біз осылай жасадық. Енді біз осыны алдын ала қойып, осындайдан әр жерге бас жағына біреу, ортасына біреу, шетіне біреу, жанына біреу бекітетін боламыз. Астынан әрине бұраймыз оны. Алдын ала осы тұрған күйінде бұны қойып, әр қоятын жеріне осылай қойып, мына сияқты астың мына жағына да қарындашпен белгі салып аламыз. Бұны алдын ала белгі салып алған кезде мына сияқты бәрін белгі жасап алдық. Енді әр жасалған мына сияқты бұрыштарымызды әр орнына жеке-жеке, әр қайсысының өзінің орнына мына сияқты біреу ана жер жатыр, ортада мынау жатыр. Өз орнына бұрауға тырысамыз. Өйткені белгіленген белгімізге байланысты енді бәрі жақсы түзу шығу үшін жасаған жаңа белгімізге орнына тұра қалу үшін солай істейміз. Қазір енді бізге мына немізді шешеміз. Шешіп алып мынандай қоямыз. Бұл бұрыштарымыз қол жетімді. Қайшыңыз, темір кесетін қайшыңыз болса, осындай қайшымен арнайы жаңа профильден кесіп жасап аласыз. Болмаса базардан сатып алуға тура келеді. Оның бәрі қаражатқа тұрады. Сондықтан біз осындай тәсілді орындаймыз.
Енді жаңа жасап қойған арнайы белгілерімізге осының барлығын осылай қойып, әрқайсысын дұрыстап ішіне қаратып бекітіп аламыз. Енді бәрін мықтап бекітіп шығамыз осылай. Бекіткеннен кейін бұны алып, мына сияқты орнына әкеліп қоямыз. Қазір орнына қойдық. Мынаның барлығын енді мына деңгейін мынамен ұстап тұрып, осыған келтіріп тұрып, уровеньді сәл ғана еңкейтіп, бұлай көп қазір негізі көп еңкейіп тұр. Бұны сәл көтереміз. Мына уровень емес, негізі сәл ғана ар жақтан бері қарай еңкейіп тұру керек. Соған келтіріп тұрып, астынан мына жерден перфоратормен тесіп, осы дюбельмен қатырамыз. Бізде қазір қабырғаны кірпіштің барлығы мындай газоблок болғандықтан кейде мына дюбельдеріміз дұрыс ұстамайды. Сол себептен жақсы ұстау үшін дюбельдің ішіне мынаның орнына ненің орнына қара саморездер бұрап жатырмыз. Шөбектің ішіне ағаштан қағып жіберсеңіздер, ол жақсы ұстайтын болады. Әлдеқайда сапасы жақсы тұратын болады. Жай дюбельден қарағанда, өйткені мына газоблок біраз жақсы дұрыс ұстамай жатады көп жағдайда. Сол себептен осылай істеп жатырмыз. Қатайтып болдық. Астынан әрқайсысына 2 саморезден бұрадық, 2 шуруптан бұрадық. Ендігі біздің мақсатымыз бұның барлығын дұрыстап уровеньге қойдық. Жақсы тұр. Енді мақсатымыз мынаның астын толтыру. Біз мынау угологымыз ол өзінің жұмысын атқарады. Үстінен салмақ не үстіге баспайды, не былай шығып кетіп, көтеріліп те кетпейді. Жақсы ұстап тұратын болады. Бәрі жақсы ол уақыт келгенде мына жергілікті қабырғаның бәрі жағылады. Енді сіздердің жағдайыңызды жағылмаған жағдайда мынаны бүйтіп, мынаны бекітпес бұрын орнын ойып жіберуге болатын еді. Бізде бұның үстінен қалың слой жағылатын болғандықтан біз осылай қалдырдық. Енді ары қарай бұның үшін астын қазір пена шашамыз. Пенасын шашып, бұны біраз уақыт қалдырамыз. Қазір пенасын шашамыз. Біздің жағдайда біз мынандай пена титанды шашатын боламыз енді. Қазір нарықта пенаның түрі көп. Енді сіздерге қайсысын ыңғайлы, соны ала беріңіздер. Бізге осыны шашатын боламыз. Көбінде пистолетке салып, арнайы өзінің пистолеті бар, соған салып жасайды. Бірақ бізде қазір мынандай бір жеңіл түрі бар. Жаңағыдай бір бұны тек қана кәсіпқойлар ғана пистолетпен пайдаланады. Сіздерге осындай жолын алсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Пистолеттің артынан тазалап, оны жаңағыдай күтімі бар. Сол себептен мынау оның жанында әлде қайда жеңіл болады. Бұның жасауын қазір қатты ешқандай қиындық жоқ. Мынандай қақпағын ашасыздар. Қақпағын ашқаннан кейін мына несін өзіне кигізесіздер. Болды. Басқа түк те жоқ. Содан кейін дұрыстап тұрып шайқайсыз. Санап тұрып 40-қа дейін шайқасаңыз, әбден шайқадық. Пена дайын жұмысқа. Енді бұлай ұстайсыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Жаймен ғана мына сияқты. Қазір бұрап жүресіздер, біраз қаттырып бұрап жүресіз.
жаңа болғандықтан біраз бірінші қабатын ақырын жүріп шығамыз. Қатты ысырап қылмай, ақырын жаймен бір қабат жүріп шығамыз. Пенаның бір қабатын жүріп шықтық. Ол біраз дегдіп кепкенше сәл күте тұрған дұрыс болады. Өсіп содан кейін екінші жол тағы бір жүріп шығамыз. Бұл жерде негізінде көп жағдайда бұл жерге пеноплексс деген материал бар, сондайды кесіп салып жатады. Көп жағдайда пенопласт салып жатады. Енді бізде ондай қолда болмағандықтан пена бар, пенамен шашып жатырмыз. Негізі қайсымен істесеңіз де ешқандай нәтиже бәрібір де біреу болады. Пенаның өзінің сапасы дұрыс болғандықтан осы бірыңғай пена болғанда жақсы. Бірақ кептіріп шашамыз. Бірақ бір шашқаннан бәрін шашып тастаған болып дұрыс емес. Сәл уақыт күтеміз. Сонымен екінші слайд жүреміз қазір біраздан кейін. Біраз уақыт күттік. Шашқан пенамыз өскенше өсті. Енді жетпеген жерін тағы сәл шашамыз. Жақсылап шашып шықтық екінші рет. Пенасын шашып болдық. Енді әбден кепкенше күтеміз. Осыдан кейінгі келесі реттегі жасайтын жұмысымыз бұл терезенің жақтауларын орнату. Ол жұмысты біз келесі бейне жазбамызда көрсететін боламыз. Енді осы бейне жазбамыз егер ұнап көңіліңізден шығып жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.